İsmail Miyot'tağındayım. Diyeyim ben. İsmail Miyot'ta kokem siyahtım. Diyeyim ben. Ya. Bismillah. Ast olsun. Kızlar selam. Biz bugün midye joyga bara жатырмыз. Hazır men sizlerge midyani ko'rsataman. Sizler jep ko'rgansizlarmi midyani? Jemagan bo'lsangizlar, Istanbulga kelgan жағдайда жейтін дедіңіздер оны. Комментарийға жазып кетіңіздерші. Міне мына жерде сатады оны. Merhaba. Beyaz Hüseyin ya. Beyaz. Beyaz Hüseyin. Ben geliyorum. Yasin kaydesi Yasin. Beyaz Hüseyin yaz yeter. Bu kokoreç. Yarım çeyrek. Allah. Benim buram var. Bir midye qanchalar? 10 lira tanesi. Danasi 10 lira. Onu 100 lira bulamı sonra? Ne? Kukuruş ya kukuruş. Kokoreç. Kokoreç yarım 140, çeyrek 80. Üstü limonla onu. Sıvıp шығады limonla soğudun. Dayımda болады. İsmail Miyot'tağındayım. Diyeyim ben. İsmail Miyot'ta kokem siyahtım. Diyeyim ben. Ya. Bismillah. Ast olsun. Zor bu zor. Бүгінгі медиалары қазір біз қазанғы уақытта келіп тұрмыз. Жылы әлі, свежий екен, өте дәмді. Ne oldu? Kesildi. Yok. Kesildi. Ha. Yarım bu. Açı.
Yarın Koydum şeyi o. Boşpen hemen aralastırıp mayla kesip. Çörek bir şey istemişsiniz. Yaşıyorsun. Ayran mı? Kola. Değil mi? Koydum şeyin, aş şeyin, tok şeyin aralastırıp içine et salıp aralastırıp pişirip kadiga bizim grill сияқты oldu. Üstü şetinden kesip üstü maydalap персин қосады, ащы бұрыш, көк қызыл бұрыш, болгарский перецтерді қосып араластырып üstü осындай батон нанның ішіне салып беріп батон нанды ана шоққа қызартып қышырлақ қылып. И дәмі жақсы, бір обычно, необычно бір жегенге жақсы, как біздің лаваш сияқты, былайша айтқан кезде. Ну, Турцияға келсеңдер обязательно бір жеп көрсеңдер тағы да жегілерің келіп тұрады. Жақсы. Біздің Қазақстанда бұндай әлі ешкім ойлап тапқан жоқ, или ақарған жоқ па әлі. Скоро болып қалатын шығар біздің де Қазақстанда. Біз мидия менен көкөрешті жеп алғаннан кейін өзіміздің жұмысымызды жасауға Стамбул көшелеріне шықтық. Міне осылай Стамбулда саудаларын жасайды. Көшеге бәрін шығарып қояды. Киімдерін, сумкаларын, аяқ киімдерін, тағамдарын, чемодандарын. Ешкім запрет қоймайды оған. Біз бірінші жылдары Стамбулға келіп жүрген кезде ол мидия мен көкөрешті жемейтінбіз. Тек қана көріп өтіп кететінбіз. Дәмі қандай болады екен деп. Содан соң 2 жыл өткеннен кейін бірінші рет күйеуім жеп көрді мидияны. Болады екен дәмі жақсы дегеннен кейін барып татып көрдік. Бізге қатты ұнады. Енді әр Стамбулға келген сайын осылай мидияны да көкөрешті де жеп тұрамыз. Бірақ көкөрештің начинкасында олар көп өзінің дәмдеуіштерін қосады. Соның ішінде олар ащы бұрышты көп қолданады. Мен оны жей алмайтын болған соң заказ берген кезде ащысыз деп заказ береміз. Күйеуіме ащысын, маған ащысыз дейміз. Түрікшелеп сөйтіп оларға түсіндіреміз. Сонда олар маған ол ащы бұрыштарын қоспайды. Стамбул көшелерін түсіріп келе жатқан кезде жаңа менің күйеуімнің қолында 2 көк пакетті байқадыңыздар. Ол Лайки фирмасының пакеттері. Лайки фирмасы әйелдердің аяқ киімдерімен айналысатын фирма. Баязит деген районның төменгі жағында орналасқан оптовый магазин. Сол магазиннен 2 түрлі аяқ киім сатып алып келе жатырмыз. Гостиницаға қарай жаяу баратын болғандықтан үстіп көшелерді түсіріп келе жатырмын. Төбеге қарай шыққан кезде тура алдымыздан Гранд Базар Қапалы Чаршы деген базарымыз шығады. Орда Джаддиси трамвайный остановкасы бар. Бірақ трамвайға мінбей жаяу бара берейік деп шештік. Мынандай билетке Истанбул картқа салып алатын банкоматтары көп остановкаларда бола бермейді. Сондықтан мүмкіндік болса осындай аппараттарды көрсеңіздер, карточкаларыңызды толтырып алуға кеңес беремін. Ал осы менен бүгінгі менің видеом бітті. Лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Келесі менің видеомда кездескенше сау болыңыздар. Аман болыңыздар достар. Кішкене Стамбулдың көшелерін көріп тамашаласаңыздар болады.
Ya şu kalıpları